Елімізде жол ережесін бұзғандарды есепке алудың балдық жүйесі енгізілуі мүмкін. Жаңа жүйе жүзеге асса, талапқа бағынбайтын жүргізушілер көлік басқару құқығынан айырылады. Бұл мәселені бұған дейін үкімет басшысы Олжас Бектенов көтерген еді. Премьер-министр қазір жоба ірі қалаларда пилоттық режимде сынақтан өтіп жатқанын хабарлады. Толығырақ тілші тарқатсын. Енді Қазақстанда жол ережесін жиі бұзатындар тек айыппұлмен құтылып кетпейді. Елде мұндай жүргізушілердің іс-әрекеттері арнайы балдық жүйе арқылы бағаланбақ. Яғни әрбір құқық бұзушылық үшін темір тұлпар тізгінінде отырған адамға баға беріледі. Егер бір жыл ішінде жиналған көрсеткіш 20 балға жетсе, азамат Қазір медицинаның қарқыны мен технологияның мүмкіндігі бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Десекте статистика көрсеткенде қатерлі ісік дерті әлі де адамзат үшін басты сын қатерлердің бірі болып отыр. Кейінгі жылдары елімізде онкологиялық ауруларды ерте анықтау мен емдеудің жаңа цифрлық форматтары енгізіліп, медициналық оңалту шаралары жандана түсті. Алайда дерттің жасаруы мен халық арасындағы үрей деңгейінің әлі де басылмай тұрған жайы бар. Осы бағытта заманауи тәсілдердің нәтижесі қандай? Обырды жеңу үшін қоғам мен медицина қалай әрекет етуі қажет? Бұл сұрақтардың жауабын бізбен тікелей байланысқа қосылған студиямыздың қонағы, хирургия және оңалту бойынша күндізгі стационары бар жалпы онкология орталығының басшысы Эльмира Медетбековадан білсек. Кеш жарық, Эльмира Пердалықызы. Кеш жарық. Бүгінде онкология жасарып кетті дейміз. Осы дерт шынында дендеп бара ма, әлде бұл ерте анықтаудың нәтижесі ме? Шынымен де соңғы жылдары әлемде де Қазақстанда да онкологиялық аурулар жас адамдар арасында жиірек анықтала бастаған байқалады. Сондықтан қоғамда онкология жасарып кетті деген пікір қалыптасқан. Бұл жерде екі факторды қатар қарастыру керек. Біріншісі, ол шынымен де кейбір қатерлі ісік түрлері жастар арасында көбейіп келеді. Әсіресе сүт безі обыры, колоректальды қатерлі ісік, қалқанша безі обыры, жатыр мойнының қатерлі ісігі сияқты аурулар жастарда кездесіп жатыр. Бұған қазіргі өмір салтының әсері өте көп. Ол дұрыс тамақтанбау, семіздік, қозғалыстың азаюы, күйзеліс, ұйқы режимінің бұзылуы, темекі мен алкоголь да бар, оның арасында экологиялық факторлар да бар. Бұның бәрі қатерлі ісік қаупін арттырады. Екіншіден, бүгінгі медицинада ерте диагностикалық мүмкіндіктері жақсарған. Бұны анықталмай қалған жағдайлар қазіргі скринингпен, КТ, МРТ, эндоскопиялық зерттеулермен, молекулярлық диагностика арқылы ерте кезеңде анықталуда. Яғни статистиканың өсуінің белгілінің біреуі ол деңгейде медицинаның дамуымен де байланысты. Егер статистиканы алатын болсақ, 2024 жылы жаңа пайда болған онкологиялық науқастардың саны 40 мыңнан асса, 25 жыл 42 мыңнан асып тұр. Соған қарағанда онкологиялық тек егде жастағы адамдардың ауру деп те қарауға болмайды. Сондықтан кез келген адам өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап, профилактикалық тексеруден уақытылы өту керек. Неге адамдар әлде дертті асқындырып, дәрігер көмегіне кеш жүгінеді? Ағза берген қандай дабылға неліктен бейжай қарайды? Өкінішке қарай, шынымен көптеген науқастар дәрігерге ауру асқынған кезде ғана келеді. Оның бірнеше себебі бар. Көбінесе қорқыныш, адамдар жаман диагноз естігісі келмейді, соны естімеймін деп тексеруден қашады. Кейбіреулері өз өті деп жүре береді. Екіншісі, ол онкологиялық сауатсыздықтың жеткіліксіздігі. Көпшілік ағзадағы өзгерістердің қауіпті белгілі болуы мүмкін екенін біле бермейді. Содан тағы маңызды, ол қатерлі ісіктің бастапқы кезінде көп жағдай симптомсыз өтеді. Бірақ адам өзінде көп жағдайларда осы бір белгілерді байқаса, дәрігерге қарау керек. Ол белгілердің біреуі себепсіз салмақ жоғалту, ұзақ уақыт кетпейтін әлсіздік, тәбеттің төмендеуі, қан кету немесе қан аралас бөліністер, денедегі түйіндердің пайда болуы, ұзақ жөтел, меңдердің өзгеруі, ішек жұмысының бұзылуы, созылмалы ауырсыну. Осындай белгілер байқалса, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Ең қауіптісі уақыт жоғалту. Себебі ерте анықталған онкологиялық аурудың ем нәтижесі әлдеқайда жоғары болады. Көпшілік скринингке салғырт қарайды деген пікір бар. Айтыңызшы, скринингтен жүйелі өтетін адамның өмірін сақтап қалу мүмкіндігі қаншалықты жоғары? Скрининг ол онкологиямен күрестегі ең тиімді құралдардың бірі.
Оның басты мақсаты аурудың симптом шықпай тұрып анықтау. Егер қатерлі ісік ерте кезінде анықталса, көптеген жағдайда толық емдеуге мүмкіндік бар. Мысалы, сүт безі обыры немесе жатыр мойын обыры алғашқы сатысында анықталса, ем нәтижесі өте жоғары болады. Кейбір жағдайларда адам толық сауығып кетуі мүмкін. Скринингтің тағы бір артықшылығы ол тек қатерлі ісікте емес, обырға дейінгі өзгерістерді анықтайды. Яғни аурудың алдын алуға мүмкіншілігі береді. Біздің Қазақстанда үш бағдарламасы бар. Ол сүт безі обырына, жатыр мойын обырына және колоректальды қатерлі ісікке қарсы скрининг бағдарламалары бар. Бұл бағдарламалар арқасында соңғы жылдары ерте анықталатын жағдайлар көбейіп келеді. Кейде бірнеше сағатқа созылатын тексеру адамның өмірін сақтап қалуы мүмкін. Сондықтан скринингті салдық қарағауға болмайды. Және де тағы да айта кететін жағдай бар. Көбісі скринингке уақыт жоқ деп келмейді, өтпейді оны. Біздің Қазақстанда еңбек кодексі бойынша 3 күн демалыс беріледі осы скрининг бағдарламасын өтуге. Сондықтан тұрғылықты жерден, емханадан, мейірбике, дәрігер хабарласса, осы күні келіп деп, сол күнге заң жүрде 3 күн демалысын алып өту керек. Қазіргі медицинада созылмалы ауру ретінде емделетін қатерлі ісік түрлері қандай? Қысқа да нұсқа жауап берсеңіз? Бізде онкология саласында үлкен жетістіктер бар. Көп қатерлі ісікті уже созылмалы түрлі деп айтса болады. Оны бақылап ұстауға болады. Мысалы, сүт безі обырының кейбір гормонға тәуелді түрлері, простата обыры, созылмалы миелолейкоз, кейбір лимфомалар және бір қатар метастазды ісіктерді қазіргі заманауи терапия арқасында ұзақ уақыт бақылауға болады. Таргеттік терапия, иммундық терапия және молекулярдық диагностиканың медицинаға үлкен өзгеріс әкелді. Осылар арқылы өмірін созып, бақылап, бір қалыпты жағдайда ұстап отыруға болады. Әрине, бұл барлық онкологиялық ауру толық созылмалы сипатты деп айтуға болмайды, бірақ қазіргі медицина қатерлі ісіктің көптеген түрін ұзақ мерзімді бақылауға мүмкіндік беріп отыр. Ең маңыздысы ауруды ерте анықтау және емді уақытылы бастау. Диагнозды естіген сәттегі ең бірінші қадам қандай жасау керек? Рак бұл өлім деген үрейді қоғам санасынан қалай өшіреміз? Диагнозды есту адам өміріне, әсіресе онкология диагнозды есту адам өмірінің ең ауыр сәттерінің бірі. Бұндай кезде үрейге берілмей нақты әрекет кешу. Бірінші қадам диагнозды толықты нақтылап біліп, мамандырылған онкологиялық орталыққа бару. Екіншісі ақпаратты сенімді дереккөзден алу. Өкінішке қарай қазіргі жағдайда интернетте жалған ақпарат өте көп. Ол жалған ақпаратқа сенуге қажеттілігі жоқ. Тұрғылықты жердегі дәрігерге, терапевтке, онкологқа барып қаралып, өзінің диагнозын анықтап, алдын ала жоспарлар құру керек. Қазіргі бізде заманауи хирургия, таргеттік терапия, иммундық терапия, сәулелік ем сияқты тиімді әдістер көп. Қазақстанда онкологиялық көмек жақсы дамып келеді, жаңа технология енгізілген. Эльмира Пердалықызы, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін көп рахмет. Ісіңізге табыс тілейміз. Естеріңізге салайық, бүгінгі студиямыздың қонағы хирургия және оңалту бойынша күндізгі стационары бар жалпы онкология орталығының басшысы Эльмира Медетбекова болды.